Сәлем оқушы, біздің бүгінгі өтетін тақырыптарымыздың бірі құқық қорғау қызметі, құқық қорғау жүйесі, органдар. Енді құқық қорғау қызметі дегеніміз не? Жалпы түсінікті деген ойдамын, яғни құқық қорғау қызметі азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын, заңдылық пен құқықтары түрінің орындалуын, сақталуы мен қорғалуын қамтамасыз ететін арнайы уәкілетті мемлекеттік органдардың қызметі. Яғни акцент беретін сөзіміз не? Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау қызметін біз құқық қорғау қызметі дейміз. Келесі, құқық қорғау жүйесінің бізде элементтері бар. Яғни құрылымы деп түсінсек болады. Құқық қорғау жүйесінде ол біріншісі нормативті құқықтық база. Яғни белгілі бір тұрғыда нормативті құқықтық актілер, яғни заңдардың болуы, ережелердің болуы. Келесі, құқық қорғау органдары. Яғни қазір кейінгі слайдта өтеміз. Келесі, құқық қорғау қызметін жүзеге асыру әдіс тәсілдері, яғни құқық қорғау органдары бар, бізде база бар, қалай бізді қорғайды, оған қатысты әдіс тәсілдері. Келесі, тұлғаларды заңсыз қолсұғыштықтан қорғауды қамтамасыз ету кепілдігі. Сонымен база, органдар, әдіс тәсілдер және кепілдік деп жаттасақ болады. Яғни субъект ретінде органдар, база ретінде объект ретінде қарастырсақ болады. Кейін әдіс тәсілдер және қамтамасыз ету кепілдігі. Келесі, енді құқық қорғау қызметі жалпы көпшілік ойлайтын тар мағынадағы түсінік. Ол бізде прокуратура, ішкі істер органдары, полицейскиялар. Келесі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет және экономикалық тергеу қызметі, яғни финполдар және коррупциямен айналысатындар деп түсінеді. Ал кең мағынасында қорғау қызметіне ол сот жатады, тергеу жатады, кеден жатады, ішкі істер юстициясы жатады, жемқорлыққа қарсы органдар, адвокаттар, нотариаттар барлығы бізде қорғау қызметіне жатады. Келесі, қорғау функцияларын арнаулы мемлекеттік органдарды атқарады. Яғни арнаулы мемлекеттік органдарға нелер жатады? Ол бізде ұлттық қауіпсіздік органдары, яғни КМБ деп айтамыз, ОКО, яғни ұлттық қауіпсіздік органдары. Бұл бізде КМБ. Келесі, сыртқы барлау органы. Сыртқы барлау дейміз, ат айтып тұр, не істейді? Яғни бір басқа елдің, шет елдің әскери жүйесіне қатысты болсын, басқа ақпараттарға қатысты, экономикалық болсын, ақпараттар жинақтауды осы сыртқы барлау органдары қызмет атқарады. Яғни сыртқы барлау органдарын тікелей президентке қарайды. Басқа мемлекеттерде олардың арнайы өзінің сыртқы барлау орган ретінде бөлек қарастыратын жүйелері бар. Келесі, Қазақстан Республикасы мемлекеттік күзет қызметі. Яғни ол президентті қорғайды, немесе лауазымды маңызы бар тұлғаларды қорғайды және делегацияларды, яғни шетелдік делегацияларды қорғайды. Яғни көбінесе көрген шығармыз, президентпен суретке түсетін кезде болсын, яғни арнайы өзінің охранниктері бар, яғни гражданский деп айтамыз. Қазір қарапайым халық ретінде киініп алғанмен өздері білдіртпей, президентімізді қорғайды екен. Келесі, тағы не бар? Мемлекеттік емес органдарға ол біз білеміз, адвокатура, нотариустар және жеке күзет қызметі. Яғни өте көп келетін тестте ол нотариаттар, адвокатура, бірақ біз қызмет жеке күзетті ұмытып кетеміз. Яғни жеке күзет дегеніміз, лауазымды тұлғалар болсын, немесе бизнесмендер болсын, яғни жеке адамдардың өзінің жеке күзеті. Келесі, заң көмегін көрсете отырып, адвокаттар не істей алады? Адвокаттар бізде ол ауызша және жазбаша түрде құқықтық мәселелер бойынша кеңестер мен анықтамалар береді. Ол түсінікті. Екіншісі, арыздар мен шағымдар, өтініштер, сипаттағы басқа да құжаттарды жасайды. Анықтау органдарында, соттарда, яғни тұлғаларға қатысты өкілдік етеді және қорғауды жүзеге асырады деп жаттасақ болады. Келесі, нотариат функциялары. Яғни миымызға куәландырады деп жаттап алсақ болады. Яғни заверять ету деп айтамыз. Құжаттарды сақтауға, қабылдау мәмілелерді куәландырады, азаматтардың тірі табылу фактісін куәландырады. Орындау жазбаларын жасау деген құжаттардың ұсыну уақытын куәландыру, депозитке ақша қабылдау, осылардың барлығын бізде нотариат функциялары атқарады екен. Жалпы тақырыбымыз осы. Келесі тақырып ол бізде прокуратура органдары. Келесі тақырыптарға көріскенше.